Бүгінгі консультацияға келген кісі әйел адам 1 январь 1975 жылғы, яғни бұл кісінің 5 баласы бар. Баласының бәрі 98-ден кейін туылған. 2028 жылы 53 жастан пенсияға шығады. Енді уайымдап келіп отыр екен, мен білейін деп едім, маған ИП ашу керек, өйткені айлығым төмен деп документтерін бәрін қарасам, очный уколы бар екен, и справкасы бар екен. Енді справкасына нақтылап сұрайды, печаты, қолы бәрі заты бар. Сонымен стажын есептегелі 4 жыл 8 ай, яғни бұл кісінің КТС-сы 0,23. Қарадық, справканы сексетіп алыңыз дедім, өйткені қолдан жазылған, бірақ бәрі заты түгел. Әйтеуір стажы бар екен, енді сосын айлығын қарадым ғой. В общем, консультация алды, 5000 теңгесін төледі, сосын несін қарадым, айлығы жақсы. Айлықтарын қарасам 23 мың, 26 мың, 26 мың, 24 мың, общем, солай түсе берген. Егер бұл кісі осы айлығын жалғастыра берсе, 26-да полный, 27-де полный алып, 28 январда пенсияға шықса, ИП ашудың керегі жоқ. Яғни бұл кісінің өзінің стажына сай максималысы 39 мың теңге болады. Айтайын дегенім, әр адамның өзінің стажына сай өзінің максималысы болады. Егер сіздердің стажыңыз аз болса, 1 жыл, 2 жылда вообще төмен болады. Стажыңыз қаншалықты көп болса, сіздің максималыңыз соншалықты көп болады. Біреулердің алған пенсиясына қарап өзіңіз салыстырмаңыз, және әркім өзінің стажына байланысты өзінің максималысына риза болуы керек. Қанша жерден ИП ашып, қанша жерден жоғары оклад көрсетіп сала берсеңіз де, өзінің мөлшерленген максималды сумасы содан асса да сізде 39 мың теңгеден аспайды. Осы кісінің стажымен айтып жатырмын. Бұл кісі ИП ашып салам дейді, бірақ та айлығы жақсы болғандықтан қанша жерден ИП ашып салса да 39 мыңнан аспайды. Өйткені өзінің тектіртке сияқты декретінде шектік сомасын қойып қойды ғой. Пенсияның өзінің шектік сомасы бар. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бұл кісі риза, жұмысыңыздан шыққан маңыз дедім бастысы. Шығып қалмай, осы несінде жұмысын жалғастыра берсе, ИП ашпай-ақ өзінің максималысымен шығады. 53 жаста солидарный пенсияны тағайындалады. Яғни жасына байланысты пенсия. 63 жасқа келген кезде бұл кісілердің базалық және НПФ пенсиясы қосылатын болады. Сондықтан да 53 жастан шығатын адамдардың пенсиясы аз болатын. Сондықтан жасы да 10 жыл бұрын шығып алған, 8-10 жыл бұрын шығады ғой енді. Сондықтан да солидарный пенсия аз болады. Ақпараттың пайдалы болса, тіркеліп алыңыздар, лайк басып өтіңіздер, комментарий жазып өтіңіздер, білмейтін сұрақтарыңызға жіберіңіздер. Рахмет барлықтарыңызға.